Құрметлі Қарақалпақстан халқы һәм Қарақалпақстанлылар. Білеме, хәзір һәммеңіз маған қарап үміт етіп отырсыз. Мен бір нәрсені айта жақпан, көп маған үміт ете бермей қойын. Сіздерге айтарым, не жағдай болса да, Қарақалпақстанды Өзбекстанның ішінен бөлек алып шығын. Референдум өткерін. Һәм азат һәм абат ел болың. Өзбекстанның құрамында қалмаң. Сіздерге уәсиятым, сұрауым сол. Бірігің, күшіңізді біріктірің. Бар біліміңізді һәм тәжірибеңізді іске қосып, Өзбекстаннан бөлек шығуға әрекет етің. Менің сіздерден сұрарым сол. Хәзір сәл тәсірленіп тұрыппын, себебі менде хәзір кетуім керек. Нелерден кетемен, телеграмдағы аккаунтлардан һәммесінен шығаман, өшіріп кетемен. Сіздерден өтінішім. Мына нәрсе басыланды ма, қолға алынды ма, қолдан жаздырма. Осы шансты қолдан берсеңіз, ешқашан еркіндік, азатлық хақында ойламай-ақ қойың. Осы шансты қолдан жібермең. Іләжі барынша күшіңізді біріктірің. Тарқалмаң. Бүгін егер қарсы шықпай ұйықтайтын болсаңыз, ертең азатлықты ұмытың. Құл болып оянасыз бұғаны. Бұл шансты қолдан жібермең. Сауатлы қарақалпақлар, дүнияның қайсы елінде жүрген болсаңыз да, Өзбекстанның құрамынан шығуға әрекет етің. Себебі біздердің бұқаралардың бірде-біреуінің налышы, дәрті тыңланған жоқ осы уақытқа шекем. Бұнан кейін де